Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жапа хадис құдсиде келгеніндей айтады: "Куллу хасанатин я'малуха ибну Адам юдаафу ажруха мин 10 ila 700 ضعف илля ас-саум фа иннаху ли ва ана аджзи бих." Бұл хадис құдсиде айтқанындай, әрбір адам баласының жасалатын амалы, ізгі істерінің сауабын 10 еседен 700 есеге дейін Алла Тағалам арттырып жазамын дейді. Тек қана ораза емес дейді. Өйткені ораза мен үшін және оның сауабын есесін өзім беремін дейді. Міне бұл Алла Тағаланың ораза ұстаған адамдарға, Рамазан оразасын ұстаған адамдарға осындай ерекше бір қадір қасиетті нәсіп етуі бұл жайдан жай болмасы анық. Себебі ғалымдарымыздың осы Алла Тағаланың хадис құдсиде келген сөздеріндегі мен оның сауабын өзім беруіндегі мән мағынада неде жатыр? Өйткені ораза бұл пенденің бір риясыз құлшылық екенінде, әрі оразаның басқа құлшылықтардан ерекше адам баласы өзінің нәпсін тиіп, жеп ішуден күні бойы өзін сақтап, әрі өзінің сол шахуатын, нәпсін тию арқылы Алла Тағалаға жақын болатын құлшылық екендігінде, құрметті бауырлар. Әрі бұл оразаның шын мәнінде адам баласының иншалла әрбір біздерге зиян келтіретін күнә атаулардан біздердің бойымызды тазартып, нәпсімізді тәрбиелеп, Алла Тағалаға жақын ететін құлшылық болғаннан кейін әрбіріміз үшін, яғни жүрегінде Аллаға деген сенімі бар, ақыл жасы толық кемел, балағат жасына келген, денсаулық көтере алатын, бойында қуаты бар мұсылман балалар үшін ораза ұстау бұл парыз. Ал оразаны белгілі бір себептермен ұстай алмаған кісілер бәрібір де оразаның қазасын өтеу мойындарынан қарызы түспейтіндігін біз ұмытпайық. Сондықтан құрметті бауырлар, осындай қасиетті ұлық айдың оразасын ұстап, тіпті Рамазан оразасын ұстаған адамның барлық күнәсі кешіріледі дегенінде біз жақсы ұғынайық. Алла Тағала осы ораза ұстау арқылы бізді тәрбиелеп, бойымыздағы күнәміздің барлығын жуып тазаратын болса, біз неге ораза ұстамасқа деп ойлаймын. Сондықтан ал ең әуелі ораза ұстаймын деген исі мұсылман бірінші Аллаға деген ықыласын, ниетін халыс қылып, Алла, биыл Рамазан айын ұстауға ниет еттім десе, Аллам маған өз күш қуат берсін деп Алла Тағаладан дұға сұраса, әлбетте Алла Субхану ва Тағала оразаның жеңілдігін беріп, иншалла Рамазанның кемел бір ай бойы оразасын ұстауға Алла Тағала өзі сәтін салады. Кейбір азаматтарымыз осы ораза келетін алдында әртүрлі өздерінің денсаулықтарының, басқа да бір белгілі себептерінің қыр-сырын айтып, ораза ұстай аламын ба, ұстай алмаймын ба деген сияқты әртүрлі ойда жүреді. Бірақ біз бір нәрсені жақсы білейік. Кез келген ораза ұстаған адам баласына Алла Субхану ва Тағаланың өзі жәрдем беріп, соған бар мүмкіндіктің есіктерін ашып, иншалла жаңа үлкен сауаптарға жеткізетіндігімізді ұмытпай, құрметті ағайындар. Міне сол үшін осы Рамазан айының келуіменен Алла Тағала күнәмізді кешір, жасаған біліп-білмей істеген үлкенді кішілі кемшіліктеріміз болса, соны кешіруді Алладан сұрауымыз керек. Бірақ әйтсе де біз бір нәрсені ұмытпайық. Рамазан оразасы ұстауымен Алла Тағала барлық күнәларды кешіреді екен. Алайда 4 кісінің күнәсін Алла Тағала кешпейді екен. Ол кімдер, қандай кісілер екен десек, ең әуелі сол Рамазан айының әлгі оразасын мүмкін ұстаймын деп ниет білдіріп, бірақ алай ішімдіктен арылмаған азаматтардың Алла Тағала оразасында оның күнәсінде кешірмейтіндігін хадистерде айтады. Яғни өйткені бұл деген сөз ішімдік атаулының барлығы ол әуелі адамды ақылынан азырып, адами қасиеттен айырғандығы үшін, әр денсаулығымызға үлкен қатер төндіретіндігі үшін Алла Субхану ва Тағала тіпті осы ішімдік ішкендердің оразасының қабыл болмайтындығын да осы хадистен түсінуімізге болады. Екіншісі, яғни оразасы қабыл болмайтын екінші жаңағы топтағы кісілер, олар бұл дүниеде ата-анасы бар бола тұра, ата-анасы мейлі орта жаста, үлкен жаста бар бола тұрса да, сол кісілерге қамқорлық жасап, ата-ананың қызметін жасамаған, ата-ана қамқор болмағандардың Алла Тағала күнәсін
оразасын қабыл етпейді деген, күнәсін кешіріп оразасын қабыл етпейді дейді. Бұл деген сөз, міне ата-анамыздың, Алла Тағаланың сол ең әуелі Аллаға шүкірлік ет, ата-анаңа жақсылық жаса деуіндегі мән-мағынада осында болса керек деп ойлаймын. Әрбір ораза ұстаған адам осы Рамазан айында әсіресе ата-аналарына қызмет жасап, оларға қамқор болуды ең басты назарда ұстап, олар үшін бар ізгі жақсылықты тарту ету бүгінгі күні біздің әрбір мұсылман баласының меніңше ойыннан шықпау керек деп ойлаймын. Үшінші, жалпы Рамазан айының оразасы қадірлі қастерлі бола тұрса да, жаңағы осы дүниеде ағайын туыстың ортасындағы қарым-қатынасты бөлсе, яғни ағайын туысқа былайша айтқанда көңіл бөлмей, оларға былайша айтқанда ағайындық міндетті атқармаса, оның да оразасы қабыл болмай, күнәсі кешірілмейді деген екен пайғамбарымыз. Бұл деген сөз, бүгінде әрбір осы Рамазан айының келуіменен ең әуелі өзіміздің дос-жарандарымызды, ағайын туыстарымыздың хал жағдайын сұрап, олар үшін Алладан жарылқау тілеп, қандай кемшіліктеріміз болып жатса, Алла үшін кешірім сұрауды өтініш қылып, және де ағайынды қарым-қатынасқа аса көңіл бөліп, осы Рамазан айында ауызашарларда үлкен осындай бір дастархан жайып, ағайын туысты қарым-қатынас үшін сауапты амалдарды жасаған өте ізгілікті сауапты іс екендігін де назарда ұстайық. Ал сол Рамазан оразасының қабыл болмайтын, яғни ораза ұстап, оразасы қабыл болмайтын, әрі күнәсі кешірілмейтін төртінші топтың азаматтары, олар кекшіл адамдарды айтады. Яғни өзгелер үшін әр уақытта жатсыз да тұрса да, олар үшін кек сақтап, олар үшін бір қиянатта болуды, олар үшін арам пиғылда болатын жандардың Алла Тағала оразасын қабыл етпейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келгендігін білейік. Ең әуелі Алла Тағала осы мынау төрт топтағы адамдардың қатарынан болмауымызды Алладан сұрап, иншалла биылғы Рамазанымызды кемел ұстауымызды Аллахым нәсіп етсін. Келе жатқан қадір түндеріміз, ораза айттарымыз иншалла мүбәрәк болсын. Барлық ел жұрттың осы Рамазан айындағы ізгі жақсылардың иншалла оразасын Аллахым қабыл етіп, муфти Хазіретіміздің сол халыққа елге арнайы жыл сайынғы дәстүрі бойынша жолдаған үндеуінің аясында әрбіріміз өз үлесімізді қосып, мейлінше бұл айда қайырымдылық істерді атқаруға, мейлінше қамқор болуға, ысырапшылдыққа бармауға, барынша өзімізді көшеде жүрсек те, қай жерде болсақ та өзімізді әдепті, имандылықтың аясында өзімізді ұстай білсек, иншалла, ол да мынау Рамазан айының келуіне деген, оразаға деген құрмет ізетіміз болып саналады, құрметті ағайын. Осы айда бір-бірімізді кешіріп, ағайын туыстың ортасын қарым-қатынасты бекем қылып, ата-аналарымыздың дұғасын алып, барлық күнә атауда, ішіндік атаулардан сақтануымызды Аллахым нәсіп етсін. Ва саллаллаху тағала Мұхаммадин ва аля алихи ва сахби ажмаин.